Бұл видеода біз Pinduoduo сайтына регистрация жасауды үйренетін боламыз. Жалпы Pinduoduo сайты бұл сіз қалаған тауарыңызға Қазақстан бағасынан 4-5 есе арзан бағада товарлар заказ бере аласыз. Және де бұл сайтқа тіркелу үшін сізге паспорт қажет емес, кез келген Қазақстан карточкасымен тапсырыс беріп алдыра бересіз. Кез келген адам бұл сайтты тез үйреніп кетеді. Ешқандай қиындығы жоқ. Кеттік. Біз Pinduoduo сайтына регистрация жасау үшін ең бірінші Play Market'тен Pinduoduo сайтын скачать етіп аламыз. Мінекей Pinduoduo сайты орнату, скачать етіп аласыз. Дәл осы логотиптегі Pinduoduo сайтын скачать етіп алыңыз. Жүрекшенің суреті бар. Осындай қытайша осындай жазулары бар. Мінекей сізде осындай жасыл кнопка шығады. Осындай терезе окошко шығады. Жасылдың үстінен басасыз. И мына көк жазудың үстінен басасыз. Сізде осындай окошко шығуы мүмкін. Егер сізде мына жерде негізі әрбір мемлекеттің кодтары жазылған окошко шығу керек. Егер сізде дәл осындай окошко шығып тұратын болса, телефоныңызды өшіріп қайтадан қоссаңыз, сізге жаңағы барлық мемлекеттердің кодтары шығады. Немесе жаңағы жерден қайтадан артқа қарай қайтып, Pinduoduo сайтына қайтадан кіріп, қайтадан осылай нетсеңіз, сізде осы жерде шығуы мүмкін. Қайта попытка жасап көре беріңіз. Сізде мүмкін телефоныңызды өшіріп қайтадан қоспай-ақ шығуы мүмкін. Ол әркімде әрқалай. Кейбіреуде бірден шығады, кейбіреулерде солай қайта артқа қарай шығып, қайтадан кірген кезде шығады, кейбіреуінде телефоныңызды өшіріп қайтадан қосқан кезде шығады. Телефонымды өшіріп қайтадан қостым. Енді кіріп көреміз. Pinduoduoның үстін басамыз. Енді мына жерде көк жазу мінекей шықты, көрдіңіздер ме? Енді осы жерде мына тұрғанда басамыз. F буквасы бар сияқты неге жазудың үстіне. Сізде мемлекеттердің кодтардың тізімі шығады. Соның ішінде именно біздің код +7 дегенді табамыз. Мінекей осы. Бұдан басқа кодты таңдамаймыз. Именно осы +7-ні таңдаймыз. +7 ары қарай біздің қандай нөмірмен тіркелесіз, сол нөмірді жазасыз. Мысалы, менің нөмірім мінекей. Осы нөмірмен тіркелеміз. И мына қызыл кнопканың үстінен басамыз. Сізге телефоныңызға код келеді, сол кодты осы жерге тереміз. Мінекей. Мінекей. Сіз Pinduoduo сайтына тіркелдіңіз. Егер код келмесе, соның астыңғы жағында повторить попытку деген сол үстінен басасыз. Астында кнопка тұрады, бір жақ бұрышында, соны бассаңыз шығады. Мінекей Pinduoduo сайтына кірдік. Енді тұрғанда смайлик несі бар, сурет бар, соны бассаңыз, мінекей, жаңа мен терген номер. Сіз сайтқа тіркелдіңіз. Мысалы, сіздерде код келмеуі мүмкін. Осы Pinduoduo сайтында Beeline, Altel, Tele2 нөмірлерінде тез келеді код. Мысалы, бағана маған тез келді. Егер актив немесе iPhone болса, сіздерде кодтың келуі қиындау болуы мүмкін. Ол кезде қайта кодты сұрата беріңіздер. Ана жерде секундта жүріп отырады, сол секунд біткен кезде қайта баса беріңіздер. Немесе бір күн өткеннен кейін қайталап өтсеңіз де болады. Міндетті түрде тіркелесіздер. Сіздер енді регистрация жасап болдыңыздар. Жоғарыда нөмірлеріңіз шығып тұр, значит, сіздер регистрация сәтті өтті. Енді келесі сіздерге банк картасын енгізу керек. Банк картасын енгізу үшін сіздер мына кнопканы басасыздар.
кез келген Қазақстанның голд болсын, халық банк карточкасы болсын, кез келген банкты тере берсеңіз болады. Мінекей, сіздер мысалы мынандай шығуы мүмкін. Сіздер ең соңына ең астына түссеңіздер, мінекей виза, мастеркард деген тұр. Сол жерде сіздің өзіңіздің карточкаңыздың алдында тұрған 16 санды енгізесіз. Енгізіп болған соң қызыл кнопканы басамыз. Осы окошкада жоғарыда тұрған визаның астында аты жөніңіз ағылшынша әріптермен, срок годность карточканың алдында тұрады, прям жазылып, и артында тұрған 3 санды жазасыз. Карточканың соңғы 3 саны емес, именно карточканың артындағы 3 санды жазатын боласыз. Қызыл кнопканы басқаннан кейін сіздерде осындай төлем кодын сұрайтын окошка шығады. Осы жердегі сіз код күтпейсіз. Төлем кодын өзіңіз енгізесіз, өзіңіз бір пароль сияқты ойлап табасыз. Бұны бір жерде прям жазып қойыңыздар, ертең чтобы ұмыт кетпейтіндер, прям төлем коды деп. Көп адам қателесіп осы жерде код күтіп отырады. Код күтпейміз, өзіміз код тереміз, яғни пароль. Бұл жерде кодты 2 рет тереміз. Яғни жаңа өзіңіздің ойлап тапқан пароліңізді бірінші рет жаңағы бірінші окошкада, енді міне екінші рет екінші окошкада қайтадан тереміз. Картамыз тіркелді. Оны мына кнопканы басамыз. Біздің карточкамыз шығады, жаңағы біздің тіркеген. Мінекей. Осы жерде біздің карточкамыз. Міне. Біздің тіркеген карточкамыз осы. Карточкамыз сәтті тіркелді. Енді келесі видеода карго адресін, яғни адрес енгізуді көрсететін боламын.